Қайырлы күн колледждің білім алушылары. Сіздердің назарларыңызға психология пәнінен кезекті бейне сабақты ұсынамыз. Бейне сабақты жүргізуші мен психология пәнінің оқытушысы Арыстанбекова Гүлзира Есенбекқызы. Бейне сабақты мына суреттерге назар аударудан бастайықшы. Мұғалімнің жұмысы өте көп қырлы. Мысалға, мына ортадағы суретке назар аударатын болсаңыздар, ол сабақтарға дайындалады, сабақтарды жүргізеді, тәрбие жұмыстарын жүргізеді, педагогикалық кеңестерге түрлі жиналыстарға қатысады, оқушыны дайындайды, құжаттар дайындайды. Енді осындай күрделі жұмыста әрине кейде мұғалім жұмысында қолайсыз сәттер де болып тұрады. Мысалы, мына жерде бірінші суретке назар аударатын болсаңыздар, мұғалім сабақты түсіндіріп жатыр, оқушылар оны тыңдап жатқан жоқ, шулап жатыр. Мұғалім қанша, мына жердегі суретке назар аударатын болсаңыздар, мұғалім қанша бар ынтасымен түсіндірсе де оқушы оны оған жеткізе алмай тұр, кері байланыс болып тұрған жоқ. Және мына баласы дұрыс қылық жасамаса да, ата-ана оны жақтап келіп мұғаліммен ұрысып жатыр. Міне мұндай жағдайларды болдыртпау үшін, мұндай жағдайлардан шығу үшін мұғалімге әрине педагогикалық шеберлік керек, және педагогикалық қабілет болу керек оның бойында. Сондықтан бүгінгі біздің өтейін деп тұрған тақырыбымыз педагогикалық қабілет және оның түрлері деп аталады. Біздің бүгінгі мақсатымыз педагогикалық қабілеттен бұрын бірінші қабілет процесін шамалы еске түсіріп аламыз. Сосын педагогикалық қабілет дегеніміз не? Оған тоқталып алып, оның құрылымы, түрлеріне сипаттама береміз жеке-жеке. Және осы болашақта сіздердің бойларыңызда педагогикалық қабілеттердің қалыптасуына мүмкіндігінше ықпал жасаймыз. Осы мақсат міндеттерге жету үшін жоспарымызда 3 түрлі сұрақты қарастырамыз. Бірінші педагогикалық қабілет анықтамасы, екінші педагогикалық қабілеттердің жалпы құрылымы, үшінші педагогикалық қабілет түрлері. Бұл тақырыпты өту үшін сіздерге сілтемесін көрсетіп қойдым. Мынау бірнеше әдебиеттерді беті сілтемесі көрсетіліп тұр. Бұл әдебиеттер, қайталап айтам, колледждің цифрлық білім беру ресурстарында бар, зерттеуге болады. Енді жаңа жоспарымызда айтып өттік, біз ең бірінші педагогикалық қабілеттен бұрын қабілет дегеніміздің не екендігін айтып аламыз деп. Қабілет деп отырғанымыз бұл мақсатқа бағытталған тәлім-тәрбие жұмысына байланысты адамның бір іс-әрекетке ұйымдасқан түрде бейімделуі және нәтижелі етіп атқаруы. Сонда қабілет деген бір іс-әрекетке сіз икемді боласыз, соны нәтижелі етіп атқарасыз. Бұл қабілеттер негізінен іс-әрекетте көрінеді және іс-әрекеттің құралдары мен тәсілдерін игерудің жылдамдығы, тереңдігі, беріктігінен көрінеді. Әсіресе бар ғой, іс-әрекеттің нәтижесінен көрініп отырады. Қабілет процесі екіге бөлініп кетеді, жалпы интеллектуалдық және арнайы болып бөлініп кетеді екен. Енді қабілет дегенді еске түсіріп алдық. Енді бірінші сұрақ, педагогикалық қабілет дегеніміз не? Педагогикалық қабілетке байланысты 3 түрлі берген ғалымдардың анықтамасына тоқталамыз. Бірінші, Петровскийдің анықтамасы. Педагогикалық қабілеттер жеке адамның мұғалім рөлінде балаларды оқытуда және тәрбиелеуде жоғары көрсеткіштерге жету шарты болып табылатын белгілі психологиялық ерекшеліктер. Зимнияның анықтамасы бойынша педагогикалық қабілеттер тиімді педагогикалық қызметтің шарты ғана емес, сонымен қатар көп жағдайда мұғалімнің жемісті жұмысының нәтижесі. Украиндық ғалымдар бар, Зязин, Боркин, Дмитрик, сол кісілердің айтуы бойынша педагогтық қабілеттер жетістікті педагогикалық қызметтің индивидуалды психологиялық шарты, мұғалімнің кәсіби өсуінің стимуляторы дейді. Сонда осы 3 анықтаманы не алатын болсақ, қорытатын болсақ, педагогикалық қабілет деп отырғанымыз, сіз мына оқу тәрбие процесінде табысқа жету үшін қажетті педагогикалық, психологиялық ерекшеліктеріңіз, қасиеттеріңіздің жиынтығы екен. Осы педагогикалық қабілет болса, бағанағы бірінші суретте көрсетілген бізде қолайсыз жағдайлар бола бермейді. Енді жоспарымыздағы екінші сұраққа келіп, педагогикалық қабілеттің құрылымы. Педагогикалық қабілеттің құрылымына ең бірінші мынау коммуникативтік қасиеттер, сосын перцептивтік қасиеттер кіреді. Коммуникативтік қасиеттер бұл оқушылармен араласа білуді, ал перцептивтік деген бақылағыштық, ішкі жан дүниесіне ене білу, түсіне білу. Енді коммуникативтік қасиеттердің ішіндегі ең бірінші ол эмпатия. Яғни эмпатия деп отырғанымыз баланың жанын түсіне білуі, психикалық жағдайын түсіне білуі. Бұл үшін ең бірінші балаға жүрек жылуы керек. Мұғалім болу үшін ең бірінші баланы сүйе білу керек, жақсы көре білу керек. Сосын педагогикалық қабілеттің құрылымына негізінен кейбір қосымша қасиеттер кіреді. Мысалы, ақылдың белгілі сапалары, өткірлігі, сыншылдығы, бірізділігі. Және сөйлеу тіліне байланысты шешендік қабілеттілігі, тілінің лексикалық байлығы. Сонымен қатар артистік сапалары, мысалға бейнелі қиялдау, фантазияға бейімділік. Жоспарымыздағы 3-ші сұраққа келдік.
Педагогикалық қабілеттің түрлеріне байланысты мен мына Крутецкийдің жіктемесін сіздерге өткен жолғы бейне лекцияда айтып өттім, тоқталып өтейік оларға. Дидактикалық қабілеттер, академиялық қабілеттер, перцептивті қабілеттер, тілдік қабілеттер, ұйымдастырушылық қабілеттер, авторитарлық қабілет, коммуникативті қабілет, педагогикалық қиял және зейінділік. Бұл қабілеттің түрлеріне өткен жолғы бейне лекцияда мен сіздерге жеке сипаттама берген болатынмын. Енді украиндық ғалымдар педагогикалық қабілеттің мынандай түрлерін көрсетеді. Коммуникативтік, мысалы, араласу қабілеті, ораторлық нақыштарды игере білуі, басқа адамдарды тыңдай алуы. Екіншісі, кәсіби көріпкелділік немесе перцептивтілік, эмпативтілік. Бақылай білу, адамдардың әлпеті мен әрекеттерінен олардың ішкі қобалжулары мен басқа адамдарға деген қатынасын анықтай білу, басқа адамның психологиялық және физикалық ахуалын түсіне білу, оған көңіл айта алуы, оның орнына өзін қоя білуі. Үшінші, мұғалім тұлғасының серпінділігі, күшті мінезді көрсете білу қабілеті, оқушыларды өзіне ерте білу, бұйыртусыз, оған қоса ешқандай жаза қолданбай-ақ өзін тыңдата білу, басқа адамдарға жетекші болу қабілеті. Бағана мынау слайдтың бірінші бетінде көрсетілген суреттерді, жағдайларды болдыртпау үшін, мысалы, мен ойлаймын, осы мұғалім тұлғасының серпінділігі аса қажет деп. Енді келесі эмоционалдық тұрақтылық, өзін өзі басқара алу, өз сезімдерін жұдырықта ұстай білуі және қажет болғанда эмоцияларын жасыра білуі. Келесі педагогикалық оптимизм, өзінің кәсіби күшіне және оқушыларының рухани және физикалық күшіне сенуі, өзінің кәсіби жетістіктері мен сәтсіздіктерін қабылдай білуі, кәсіби қызметтер және тәрбиеленушілермен сөйлесуден қанағаттанушылық сезімін алу. Және осы қазіргі кезде осы аса қажет қабілет түрі бұл шығармашылық пен креативтілік қабілеттіліктері, шығармашылықпен айналысу, оқу және әдістемелік құралдар шығару, авторлық бағдарламалар жасау, жаңашылдыққа ұмтылыс. Енді бұл қасиеттердің барлығы мұғалімдерге өнімді педагогикалық байланысты орнату үшін қажет, және ол педагогикалық шеберліктің критерийі болып табылады. Яғни бұл қасиеттер сіздердің педагогикалық қызметте жетістікке жетулеріңізге көмектеседі. Негізінен әрбір мұғалімнің педагогикалық қабілеттіліктері әртүрлі болады және ол әртүрлі жолмен дамиды. Бұл педагогикалық қабілеттер кез келген адамның бойынан табыла бермейді. Ол үшінші кәсіби жарамдылық болу керек. Енді бұл педагогикалық қабілеттер мұғалімдердің үзбей педагогикалық шығармашылық ізденісте болғандығында, сосын жан-жақты білімін толықтырып, біліктілігін жоғарылатқан кезде ғана ол әрі қарай дамиды. Енді педагогикалық шеберлікті жетілдіру үшін, педагогикалық қабілеттілікті жетілдіру үшін мұғалім өзін өзі дамытуы керек, өзін өзі қалыптастыру керек, өзін өзі тәрбиелей білуі керек. Сонда ғана ол әрі қарай дамиды. Сонымен бүгін біз бірінші қабілет дегенге анықтама бердік та, сөйтіп бар педагогикалық қабілетке сипаттама бердік. Үш түрлі анықтаманы қарастыра отырып, педагогикалық қабілет дегеніміздің не екендігін шығарып алдық. Сосын педагогикалық қабілеттің құрылымына не кіретіндігін айттық. Коммуникативтік, перцептивтік, эмпатия, сосын тағы қосымша қасиеттер кіреді. Және педагогикалық қабілеттің түрлерін көрсеттік біз сіздерге. Міне болашақта осы айтылған материалдар сіздерге аса қажет болады деген оймен бейне лекцияны аяқтаймын. Педагогикалық қабілеттіліктеріңіз жоғары болсын.